Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammad amma ba'd. Мынадай сұрақ келген екен. Қайтыс болған ата-анамның артынан қандай жақсылық жасай аламын деген. Енді өмірден өткен ата-аналарды Алла Тағала рахметіне алсын, күнәларын кешірсін, жәннат бақшасын нәсіп етсін. Тірі ата-аналарымызға Алла Тағала салиқалы өмір берсін. Енді сұраққа келетін болсақ, бұл өте жақсы сұрақ. Біріншіден, әрбір перзентті осындай сұрақ мазалау керек. Бірінші сұрақ, тірі жүрген ата-ананы қадірлеу, олардың қадіріне жету, қайтсем оларға жақсылық жасайым, қайтсем көңіліне қуаныш сыйлайым деген көп сұрақ мазалау керек біздерді, тірі ата-аналарымызды. Өмірден өткен ата-аналардың балалары дәл осындай сұрақ мазалау керек. Бұл өте жақсы сұрақ, өте маңызды сұрақ, және осы сұрақ қойған бауырымызға Алла разы болсын. Енді сұрақтың жауабына келетін болсақ, өмірден өткен марқұмдар, яғни ата-анасы, Алла рахметін алсын, ол кісілер өлген жоқ, олар қайтыс болды. Адам өлмейді, адам қайтыс болады. Адам екі нәрседен тұрады, жаннан тұрады және тәннен тұрады. Адамның ажалы келген кезде жан тәнді тастап кетеді. Сөйтіп тәнді, яғни денені топыраққа көмеді. Сол жанды Алла мәңгіге жаратқан. Қазақта сөз бар ғой. Мына үлкен қариялардан көбірек естиміз әсіресе. Ана аяғым құрғыр кішкене қисайғаны болмаса, көңілім жас қой дейді. Сол көңілім жас деп жатқаны адамның сол жаны. Сол жан мәңгі өмір сүретін қылып жаратқан Алла субхана ва тағала. Жан ешқашан өлмейді. Абай атамыздың сөзімен айтатын болсақ, өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп, ойнап күлмес. Менімен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты, өңкей білмес деп айтты. Яғни ол жерде өлсе өлер табиғат, адам өлмес дегені, табиғат өледі, бірақ адам өлмейді, адам қайтыс болады. Сол қайтыс болған марқұмдарға артында қалған балалары көмектесе алады. Яғни аруақтар адамға көмектесу мәселесі жоқ, ондай келмеген кітапта. Бәлкім олар сол артындағы ұрпағына қарап қалады. Пайғамбар алейхиссалам айтады, адам қайтыс болған кезде амал дәптерлер жабылады. Тек қана 3 адамның амал дәптері ашық тұрады, оған артынан тоқтамай сауап келіп тұрады дейді. Сол үшеудің біреуі, біріншісі, яғни салиқалы ұрпағы қалса артында дейді. Салиқа ұрпақ деген кім ол? Алланың бұйрығын орындайтын, Алланың қайтарғанынан, тыйымынан тыйылған бала. Алла нені бұйырды? Намаз оқуды бұйырды, ораза ұстауды бұйырды, адамдарға жақсылық жасауды бұйырды. Сондай бала салиқалы ұрпақ екен. Сол салиқалы ұрпағы әрбір жеткен жетістігі, әрбір істеген жақсы ізгі амалдарының сауабын өзінің амалында жазылады. Дәл соның нұсқасы азайтылмай, сол ата-анасына жазылып тұрады екен. Хадис бойынша қарайтын болсақ. Енді сол өмірді өтіп кеткен ата-анасына перзент көмектесе алады. Әрдайым дұғада болу керек. Дұға қабыл болатын сәттер бар. Ол 5 мезгіл намаздан кейін, жауын жауған кезде, ораза болса ауыз ашып жатқан кезде, азан айтылып болғаннан кейін, Каабаны көрген кезде, сондай бірнеше сәттер бар дұғаның қабыл болатын сәттерінде. Сол әр дұға айтқан кезде сол ата-анасына әрдайым перзенті, баласы, яғни ұрпағы дұғасын үзбеу керек. Өйткені ата-ана ешқашан баланы есінен шығарған емес. Тірі кезінде ата-ана ешқашан баласын есінен шығармай, өздері қиыншылық көрсетіп, балаларына қиыншылық көрсетпей, бір сәт болса да есінен шығарып, ұмытқан емес. Дәл сол сәтті де балалар есімізге алып, ата-ананы ешқандай сәтте ұмытуға болмайды. Бәлкім әрбір сәтінде, сол дұға жасайтын сәтте дұға айту керек Алладан. Алладан олар екеуін жайынан кешірім сұрау керек. Күнәларын кешіруін жайында, және оларға Алла Тағала мейірім, рахметін жаудыруын сұрау керек. Оларға қабір азабынан, тозақ отынан құтқаруды Алладан сұрау керек. Осындай мағынада көп сұрай беру керек. Сол сұрағын әрбір дұғалысы қабыл болады. Ол ата-анасына
міндетті түрде ол жеткізіледі, міндетті түрде көрсетіледі. Ол ата-анасы оған риза болады. Оның әрбір дұғасы, әрбір сауабы орысша айтқан кезде артынан келген как посылка ретінде. Мысалға, емханада біреу емделіп жатқан болса, артындағы адамдар сол ауқатын, жаңағыдай тамағын, жеміс-жидегін, сусынын апарып беріп тұрады. Бірақ ол емхананың ішіне кіргізбейді ол балаларды. Тек қана солардың ішіндегі қызметкер ғана қабылдап алып, сол керекті адамға жеткізіп тұрған. Дәл сол секілді періштелер сауабын жаңағы марқұмға апарып көрсетіп беріп тұрады екен. Олар оған риза болып, сондай перзентінен сондай болғанына Аллаға көп шүкірлік айтып разы болады екен. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, сол ата-анасының артынан бір тал еккісе болады, тал егуге болады. Сол ата-ананың артынан бір ізгі амал, қайырымдылық жасаса болады, бір отбасыларға қайырымдылық жасап тұруға болады. Сол ата-анасының атынан барып қажылық жасауға болады. Ата-анасының атынан бір мешіт тұрғызып, соған сауабын соған тілесе болады. Ата-анасының атынан жол соқса болады, мектеп соқса болады. Бір құдық қаздырып, су шығарып берсе болады ауылға, сол ата-анасының атынан деп та. Дәл адамдарға сол ата-анасының атынан деп айту шарт емес, бірақ сол әу дегенде басынан сол бала, Алла, мен осы құдықты сенің разылығың үшін ата-анама сауабын жолдағым келеді деп сонда ниет етсе, бұл сол жеткілікті. Әр адамға айтып шарт емес, соны басына жазып қою шарт емес. Ниеті қабыл болса болды. Алла Тағала сол судан ішкен адам, жан-жануар, кез келген сусын қандырған әрбір тіршілікке сауабын сол ата-анасына жеткізетін болады. Одан кейінгі мәселе, үшінші, ата-анасын жақсы қылудың үшінші жолы, ата-анасының туыстарымен қарым-қатынасты үзбеу керек перзенті. Ата-анасының нағашылары бар, жақын жұрағаттары бар, туыстары бар, және ата-анасының достары бар. Солармен қарым-қатынасты тоқтатпау керек, үзбеу керек. Олардың жақсылығында, қуаныш қайғысында бірге барып, бөлісіп, араласып, олармен сол ата-анасының атынан барып, олармен байланысқан сайын, сол ата-анасына соның жақсылығының сауабы барып тұратындығы жайында осындай кітапта келген. Алла Тағала осы естіген білгенімізді амал етуімізді нәсіп етсін, және осындай ізгі, хайырлы, салихалы ұрпақтарымыз көп болды, Алла нәсіп етсін. Субханака астағфирука ва атубу илайк.